Сәлеметсіздер ме балалар, сіздермен қазақ әдебиеті пән мұғалімі Қалымбетова Гаухар Батырханқызы. Бөлім тақырыбы таза мінсіз асыл тас. Сабақтың тақырыбы Қобыланды батыр жырының кейіпкерлер образы. Оқу мақсаттары: көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулер табу. Сабақтың мақсаты тақырыптың маңызы туралы дәлелдеп айту. Жетістік критерийлері: жырдағы екі кейіпкердің бейнесін салыстырады. Кейіпкерлер бейнесін өмірмен байланыстырып баға береді. Балалар, біз өткен жолы Қарақыпшақ Қобыланды жырымен танысқан кезде Қарақыпшақ Қобыланды кім болғанын, Қарақыпшақ Қобыланды батыр жырында не туралы бейнеленгенін, Қобыланды батыр жырының неше нұсқасы болғанын, қай ғасырда өмір сүрген өткен болатынбыз. Енді сіздерге сұрақ: Қарақыпшақ Қобыланды кім? Қарақыпшақ Қобыланды туған жерін жаудан құтқарған батыр. Қобыланды батыр жырында не туралы бейнеленеді? Жырда батырлық және ерлік бейнеленеді. Қобыланды батыр қай ғасырда өмір сүрген? Шамамен 15 ғасырда өмір сүрген. Ендігі дәптерлеріңізді ашыңыздар, бізде сөздікпен жұмыс. Дәптерлеріңізге Қорасан, Қамқа, Күйме сөздерінің мағынасын жазамыз. Қорасан көне сөз, бұл жерде Құдайға жалыну, жалбарыну деген мағынаны білдіреді. Қамқа екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы бізде зерлі жіппен тоқылған жібек мата. Екінші мағынасы қара түсті, терісі қымбат, суда өмір сүретін аң. Күйме үстін жан-жағына былғармен немесе қалың матамен қапталған сәнді, жеңіл арба деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, біз өткен жолы Қобыланды батыр жырын оқығанда жырдың кейіпкерлерін оқыған болатынбыз. Олар бізде Аналық, Тоқтарбай, Қарлыға, Қарлығаш, Құртқа, Қараман, Тайбурыл, Естеміс, Қызыл ер, Алшағыр, Көбікті және Қазан. Енді осы кейіпкерлерге байланысты сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма: жырдан мысал келтіре отырып, кейіпкерлер образын ашайық. Қобыланды батыр мен Құртқа бейнесін мысал келтіре отырып ашайық. Қобыланды аты аңызға айналған халық батыры. Халық шежірелерінде оны көбіне Қарақыпшақ Қобыланды деп атайды. 6 жасқа келгенде арыстан туған Қобыланды қазынадан қамқа киеді. Өзінің еншін болсын деп тобылғы меңді торатты енші қылып мінеді деп жырда келтіреді. Құртқа жырдағы батырдың жұбайы, адал жар. Құртқаның даналық көріпкелдік қасиеті болған. Құртқа ана болғанда әйел болдың амал жоқ, егер еркек болғанда болар ең жұртқа бір тұтқа деген сөз бекер айтылмаған. Шындығында асыл ана, адал жар, ер тұтқа болғанын біз жырдан кездестіреміз. Келесі тапсырма бізде, екінші тапсырма: екі кейіпкерді салыстырып, оларды Вен диаграммасына салайық. Бізде Қараман және Естеміс кейіпкерлері. Қараман бізде ашық жау емес, қорқақ адам. Қобыландының күшін пайдаланып, өз мақсатына жетіп алуды көздеген іші тар адам. Қобыландыға дос болған сияқты көрініп, жеме-жемге келгенде өз басын ойлайтын қу. Қобыландының арқасында Қараман Қазан және Көбікті елін өзіне қаратады. Жауды жеңіп, қыруар олжаға кенеліп келе жатқан кезде Қобыландының атының аяғы ақсап, жолда қалғанда оған ешқандай көмектеспеген пасық, надан, қорқақ, жағымсыз кейіпкер. Екінші кейіпкер бізде Естеміс, Тоқтарбайдың жылқышыларының 90 құлының бастығы. Ит жүгіртіп, құс аулаған, аң аулаған, сонымен қатар Тоқтарбайдың баласы жалғыз ұлы Қобыландының алғашқы тәлімгері, жағымды кейіпкер екен. Балалар, мына кестеге назар аударайық. Бұл жерде мына мысалдардың жырдың ішінде келтірілген сөздердің дұрыс және бұрыстығын анықтаңыздар дейді. Бөрік батырдың кеудеге киетін киімі. Жоқ, дұрыс емес. Дулыға батырдың бас киімі. Иә. Найза алыстан түйрейтін қару. Иә. Қанжар өткір, үлкен пышақ. Иә. Қобыландының руы қандай? Қыпшақ. Иә, дұрыс. Қаһарман адам, өжет адам немесе қорқақ адам дейді. Бізде қаһарман адам, өжет адам. Яғни жоқ. Қобыландының қашық жары Құртқа. Иә. Қобыландының Найман руынан шыққан досы
Қараман. Қобыландының анасы аналық. Иә. 80 жасқа келгенде Қыпшақ руының байы Тоқтарбай. Иә. Қобыландының қарындасы Қарлыға. Жоқ. Бізде Қобыландының қарындасы Қарлығаш. Балалар, бүгінгі сабақта біз кейіпкерлер бейнесін өмірмен байланыстырып баға бере білдік. Жырдағы екі кейіпкердің бейнесін салыстыра білдік. Енді дәптерімізді ашып, сөйлемді жалғастырып жазайық. Бүгінгі сабақтан мен жақсы түсіндім. Нені жақсы түсіндіңіздер? Екінші, маған сабақ өте қызықты болды. Несімен қызықты болды? Тақырып бойынша іздену қажет. Қандай сөздерді түсінбедіңіздер? Осыларды дәптерге жалғастырып жазып, түртіп алайық. Сіздерге үйге тапсырма, кейіпкерлер бейнесіне сипаттама жазып келу. Кез келген кейіпкер бейнесін алып, сипаттама жазып келуге үйге тапсырма беремін. Рахмет, сау болыңыздар.